Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын наггетсен рецептіме бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма лайк басып, тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал бізге керекті заттар ол бізде тауық еті, ұн, бұрыш, приправа, тұз, жұмыртқа және панировочный сухари керек болады. Ең алдымен тауық етін турап бастаймыз. Менде бұл жерде тауық еті 300 грамм. Тауық етінің етті жерін аламыз, яғни сүйегі жоқ жерін. Грудинка деп аталынады. Осы сол жерін алып, 4 бұрышты етіп тураймыз. Размерін қатты үлкен де қылып жібермеңіздер, кіші де қылып жібермеңіздер. Орташа болғаны дұрыс. Ол бізге піскен кезде де, адам жегенге ыңғайлы болуына да жақсы. Осылай алдын ала барлығын дайындап, сосын маринадқа дайындап қоямыз. Тағы бір орташа етіп турағанның пайдасы, қазір біз етімізді маринадтаймыз, сол кезде маринадтаған кезде тезірек маринадталатын болады. Сондықтан орташа размер как раз бізге керек размер. Осылай барлығын турап аламыз да бос ыдысымызға саламыз. Содан соң жаңағы біздің бұрыш, паприка, карри, қара бұрыш, қызыл бұрыш, соның барлығын саламыз да етімізді жақсылап мыжып араластырып аламыз. Себебі әрбір ет бізде тұздалу керек, бұрыштардың дәмі кіру керек. Сосын оны 15 минутқа осылай үстін жауып қойып қоямыз. 15-20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, бұл жер бізде дайын болды. Тауықтар осылай ісініп, уже маринадталғаны білініп тұрады. Тауықтардың размері үлкейеді кішкене. Тауық еттеріміздің размері үлкейеді. Содан уже маринадталғанын білуге болады. Енді оны ұнға саламыз да жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Барлық жағына тигізіп араластырып аламыз. Сосын оны жұмыртқаға саламыз. Тағы да алып араластырып, бір қуырғанға жететіндей істеп алыңыздар, чтобы өздеріңізге оңай болатындай. Содан соң жұмыртқамызға жаңағы салып, барлығын жұмыртқамызға араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сөйтемізде панировочный сухариге оларды салатын боламыз. Барлығын салып, қуыруға ыңғайлы етіп дайындап аламыз. Өзіңізге ыңғайлы болады, алдын ала барлығын араластырып дайын қылып қойғаныңыз дұрыс. Сосын қызып тұрған табамызға осылай салып тез қуырып алатын боласыз. Жаңағыдай алдын ала дайындап алмасаңыз, майыңыз қызып, қатты қызып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала барлығын дайындап алғандарыңыз жөн. Осылай араластырып аламыз, себебі бір жағы пісіп, екінші жағы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан араластырып тұрыңыздар. Тез піседі. Мінекей уже бізде пісейін деп қалды. Қазір қызарып, әдемі болып шығады. Қараңыздар цветін. Осындай болып шығады. Дәмі енді ерекше болады. Жасап көріңіздер. Мен үйде балаларыма аптасына 2 рет, 3 рет жасап тұрамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі деген енді жұмсақ, прям күшті болып шығады. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.